Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Тауешкі белгісіндегі жандарға апталық болжам 21 және 27 қараша аралығы. Тауешкілер аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар. Сіздерде десятка пентакль. Десятка пентакль қаржы жағынан жақсы мүмкіндіктер, жақсы өзгерістер болады. Қаржы жағынан поддержка, отбасыңыз, екінші жартыңыз, бауырларыңыз, әкеңіз қаржылай көмек береді. Бұл аптаның көлемде может қаржылай сыйлық беретін шығар. Келесі бізде солнце старший аркан пополнение. Жаңа бір бастама болуы мүмкін. Қаржы жағынан пополнение. Және де семьяда да пополнение болуы мүмкін. Сәбилі болуыңыз мүмкін, егер әйел адам болсаңыз, немесе аяғыңыз ауыр екенін білуіңіз мүмкін, немесе жақын адамыңыздың бірі сәбилі болып бір қуанасыз. Бұл жақсы хабар болуы да мүмкін. Сонысы жақсы жаңалық естисіз, бұрыннан бір шешілмей жүрген бір мәселеңіз шешіліп қуанасыз. Келесі аптада орын алатын жағдайлар: аптаның басында паж чаш және де туз чаш. Бір ұсыныс аласыз аптаның басында. Екеуі де ұсыныс түсіп тұр. Және де пополнение, екінші карта жұмыне. Жұмысқа байланысты, қаржыға байланысты, білмеймін, бір ұсыныс аласыз аптаның басында. Және де бұл жақсы ұсыныс. Немесе жұмыстан повышение болуы мүмкін, қосымша табыс көзі болуы мүмкін. Жаңағы бұл ұсынысты алу керек, қорықпау керек, рисковать ету керек. Аптаның ортасында орын алатын жағдайлар: шестерка пентаклей, садақа беріңіз, қаржылай көмек беріңіз қолыңыздан келгенше. Бұл сіздің жолыңызды ашады. Және де нулевая карта дурак. Бір істі ойланбастан жасап кетуіңіз мүмкін. Шешім қабылдамай, жаңағы бір жеңіл ойланбай, жеңіл шешім қабылдай салуыңыз мүмкін. Жаңа кішкене қандай шешім болмасын асықпай ойланып қабылдағаныңыз жөн. Және де нулевая карта бір жаңа бастама түсіп тұр, жаңа өзгерістер түсіп тұр. Жаңағы бір жеңіл шешім, жеңіл ойланбай қабылдай салу, жаңағы ертеңгі күніңізді ойламай бір ақшаны шаша салу деген сияқты нулевая картаға түседі. Сондықтан именно сол жағына өте абай болғаныңыз жөн. Келесі аптаның аяғында орын алатын жағдайлар: бізде королева мечи және де тройка пентакль. Королева мечи аптаның аяғы бір істі асықпай ойланып жаңағы жасау керек. Мечи кішкене жаңа жеңіл шешім қабылдағанның кесірінен кішкене бір нәрсені уайымдап қалуыңыз да мүмкін. Себебі мечи уайымдау. Тройка пентакль бір үйге байланысты мәселелерді ақылдасып шешу керек. Жақындарыңызбен, отбасыңызбен, екінші жартыңызбен үйге ремонт, үй алу, үйге қаржы салу деген сияқты мәселелерді жақындармен ақылдасып шешкен дұрыс. Өзіңіз шешім қабылдай салып бастап кетуге де болмайды. Келесі бізде тройка мечи. Аптаға берілетін кеңес: әр нәрсені жүрегіңізге жақын алып, уайымдай бермеңіз. Кез келген мәселе шешіледі. Но в принципе сіздерде аптада өте жақсы карталар түсіп тұр. Младший аркандардың өзі де жақсы, бір негативный карта жоқ. Бірақ тройка мечи кішкене кризисный момент. Жаңағы бір нәрсені ойлап, жүрегіңізге жақын алып, уайымдауыңыз мүмкін. Немесе жүрек ауыратын, жүрегі әлсіз жандар болса, жаңағы жүрегіңіз сыр беріп жатса, міндетті түрде дәрігерге барып қаралғаныңыз жөн. Кез келген нәрсені уайымдай бермеңіздер. Жаңағы жүрекке нагрузка болып ауырып қалуларыңыз мүмкін. Бұл аптаға берілетін кеңес. Қандай да болмасын мәселелеріңіз жақсы жағынан шешіледі. Бір аптаның көлемі міне өте жақсы карталар түсіп тұр. Осымен раскладтарыңыз апталық болжам аяқталды. Келесі аптада кездескенше сау болыңыздар.